бұл палата бұл палата Оңтүстік Корея ретінде Солтүстік Кореямен шекаралық экономикалық қатынастарды ұлғайтуға тырысады, иә. Мгм. В общем, біздер Сенде бір вообще мен кешегіден кейін сол дым ойланған жоқпын, бірақ примерно мен ойлап отырмын, мынандай контексттік мынандай ойындар болған кезде біздер всегда не істейміз, типа дебаттың формасына салып аламыз ғой, типа біздер Оңтүстік Корея ретінде бізге пайдалы ма, пайдалы емес па, зиян ба деген сияқты дүниелермен ойнап береміз и все ғой. Ну, типа прям сверхъестественно новый дүниелер, білмеймін, андай контекстке беріліп, ана жерде бір адамдар интернеттен бірдеме тауып алмаса, примерно андай идеологический ойындар болады ғой. Типа пайдалы ма, пайдасыз ба, керек па, керек емес па, сосын қалай не алып келеді, не алып келмейді. Менің ойымша там не алып келеді, не алып келуі мүмкін, если біздер подожди, әлі алып келеді дегенге кетер алдын, если в принципе бір жақта запись жүріп жатыр екен, бір совет беріп жіберіп тастайын да. Вообще именно осындай түсініксіз резолюцияларда и в принципе типа бірінші қараған кезде қалай ойнаймын мен аларға деп түсінбей қалған кезде, ну, біріншіден да біз түсінеміз қандай типа формада болу керек та. Біріншіден біз уже түсініп тұрмыз, что это ретінде деген, соответственно, біз Южный Корея там акторы ретінде қарастыруымыз керек. Дальше осыдан ары қарай не жасау керек? Осы жердегі сөздерге там түсініктеме беру керек, өзің не білетініңді жазып алу керек, либо айтып алу керек. То есть, допустим, так, Солтүстік Корея деген кім, оларда там қандай особенный характеристикалар бар, так, олар диктаторский, так, олар неразвитый, так, у них ядерное оружие. Оңтүстік Корея деген кім, так, Оңтүстік Корея относительно дамыған, демократиясы бар, баяғыда Оңтүстік және Солтүстік Кореяның арасындағы там конфликттер болды, и баяғыда бір мемлекет еді, там, и потом там Оңтүстік Корея, так, это союзник, там, типа, Запада, тағы да басқа деңгей, өйткені өте көп инвестициялар келеді. Все, түсінікті. Там потом шекаралық там қарым-қатынастар, экономикалық и все прочее, да, именно қандай контекстте жүріп жатыр, олар не, олар обычно басқа әлемде қай жерде ондай заттар бар, олар басқа әлемде не істеп жатыр, это бізде условно европейская зона бар, где там евромен сауда-саттықтар жасайды, это бізде Евразийский союз бар, или там ASEAN бар, тағы да басқа, или Новая Зеландия, ну вот это южно-азиатские типа союздар, типа осындай заттар бар. У Азия? И трансграничный болғандықтан, ну, типа, ЕСте бір-бірінің территорияларына сауда-саттыққа өте ыңғайлы. Бізде ЕСте тоже сондай, типа, біздің тауарларды Ресейге сатып аламыз, там Қырғызстан, Арменияның машина сатып аламыз, Ресейден машина сатып аламыз, либо, ну, типа, оңайырақ, салық азырақ, и бір-біріне экономикалық пайда алып келу мүмкіншіліктері бар. И сосын тағы не айтты? И типа біз осыларды айтамыз. Это дальше, кстати, қазір мен ойымды бітіресін. Ну да, это именно экономикалық бізге типа пайдалар алып келу мүмкін. Именно осыда бірінші типа түсініксіз резолюцияда осындай типа түсіндірмелер жасап алғаннан кейін бар, кейін жасаған өте ыңғайлы, жеңіл. И сен еще бір мемлекет болып екінші мемлекетке көбірек жұмыс жасайтын болсаң, экономикалық жағынан қарым-қатынастар көбейтетін болсаң, демек сол мемлекетке көмектесесің. Неге? Өйткені ол мемлекеттің типа ақша айналымы ұлғаяды, экономикасы сәл де болса нығаяды. Ну, за счет того, что сен товар бересің, одан сен товар аласың, типа арзанырақ болады, тиімдірек болады, и кішкене экономикалық типа көмектер болады. Да, в принципе, типа, общий пайда. Как всегда, типа, қаншалықты бізге актор ретінде болып, типа, пайдалы. Окей, дальше, типа, осыны түсініп алғаннан кейін енді қарастырайық осы резолюцияны, типа, не айтуға болады. Типа, корейский спецификаны қарастырамыз ба, типа, Солтүстік Кореяда қандай товарлар, ну, типа, кеше айттық қой, типа, Японияда бөлек бір товарлар болады, Европада басқа товарлар, ну, типа, и осы контекстте Северный, Южный Кореяның контекстінде қарым-қатынастар болатын болса, типа, андай болмайды, типа, продукты, жвачка, джинсы емес, именно военный техника болу мүмкін, или типа, обычный техникалар болу мүмкін,
ввиду того, что оңтүстік Кореяда көбірек техникалар бар, ну, технический гиганттар бар, LG, Samsung, там, Kia Да. машиналар, так, типа, и солтүстік Кореяда запреттер бар обычный товарларға, и олар керекті дүниелерді алуы мүмкін, тек қана бытовой заттарды алуы мүмкін, либо киім алуы мүмкін, ну, стандартный киінеді дейді ғой, типа, солтүстік Кореяда, сондай алуы мүмкін. Осы Да, специфика, иә? кроме того, солтүстік Кореяда типа проблематика в том, что ну, оларда производство жоқ, біз оны түсінеміз, либо производство өте төмен деңгейде салыстырмалы қарайтын болсақ, оған қоса оларда пайдалы қазбалар бар ма жоқ па білмеймін, но олар точно өндірілмейді, потому что даже өндірілсе де өте аз типа масштабта, потому что типа там крупный никакой инвестор ол жаққа барып завод соқпайды, и оларда типа санкциялардың кесірінен оларда особо типа дамыған технологиялар жоқ, там типа специфический тағы да басқа, и сол себептерден оларда типа өте қатты мұқтаждық болады, там, допустим, нефтересурстарға, уголь, газ, тағы да басқа заттарға олар мұқтаж, и как вынуждены басқа мемлекеттерден оны сатып алуға. Допустим, типа Ресей оларға поставка жасайды, Қытай поставка жасайды, там, может енді типа осы экономикалық қарым-қатынастар арқылы тоже Южная Корея тоже жасаған, типа посредник ретінде басқа мемлекеттерден ала алады, то есть оларға сатуға, или өзіндегі бар ресурстар, то есть типа осындай контексте бар. Плюс, скорее всего, типа, если товар ретінде қарайтын болсақ, типа, конечно, біз әрине де типа нақты там бір сипаттама бере аламыз, мы можем сказать, допустим, солтүстік Кореяда пинжанхуа деген напиток бар, или тағы да басқа деген зат. Ну, мен просто так айтып отырмын, ойдан айта салатырмын. Но это не особо важно, типа, бұл дебаттың контекстінде просто айта салу жеткілікті, примерно там солтүстіктегі там өндіріс базасы төмен деңгейде, и олардағы товарлар біріншіден типа там качествосы, екіншіден олардың түрлілігі, то есть разнообразиясы төмен деңгейде, оңтүстік Кореямен қараған кезде, типа, олардың основное отличие осында. Типа, біріншісі олардың качествосы, екіншісі олардың разнообразиясы. Главное отличие, типа, все осы жерден уже исходить ете беру. Еще сен кеше айттың, Корея ол неопознанный рынок, ол жақта типа ақшасы қалай, олар точно алады ма, либо алса да қандай деңгейде алады, оңтүстік Корея субсидия беру керек болады, чтобы қолжетімді болу үшін деген сияқты заттар айттық, иә? Да, типа, біз түсінеміз, біріншіден солтүстік Кореяның рыногы, ну, типа, ол жерде, потому что капитализм жоқ ол жерде, нақты деңгейде ол жерде бар. Мен қателеспесем, типа, как будто бы Қытайдағы секілді система, когда мемлекет контролировать етеді тағы да басқа, но, естественно, екеуін бір-бірімен салыстыруға тең келмейді, және де, ну, Кореядағы это не до конца доведенная система. То есть ол жерде бір крупный компаниялар жоқ, которым государство может через олар арқылы там товарларды өндіруге немесе тағы да басқа. Там просто типа мемлекет тікелей нарыққа әсер етеді, и тікелей нарықта не сатылатыны, қалай сатылатыны, қандай бағаға сатылатыны үкімет ол жерде шешеді. То есть, допустим, майды сен өндіресің, допустим, майды там, не знаю, 1000 теңге, короче, себестоимость сол майдың. И сен хочешь оны 2000 теңгеден сатуға, да? Но мемлекет ретінде мен келемін айтамын, жоқ, сен 1000 теңгеден өндіріп жатсың, сен 2000 теңгеден бұны сатпайсың, сен бұны 1100 теңгеден сатасың деп айтамын. И осы жерде менің, как Северная Корея, ну, мен мына жерде кішкене көбірек түсіндіріп кетейін, все равно пайдалы бұл тек қана Северная Кореяға емес, это в принципе Советский Союзға да жұмыс жасайды, это там Венесуэла кейсінде жұмыс жасайды, это Қытайдың кейсінде жұмыс жасайды, Кубада, ну, көптеген мемлекеттерде, и в принципе это типа даже қазіргі кезде Қазақстанда, да, Ресейде де жасалатын заттар, чтобы более подробно объяснить, түсінікті болады. Ну вот, получается, мемлекет келеді, айтады, жоқ, сен 1100 теңгеден сатасың, сен, получается, жаңағы 900 теңге ала алатын пайдаңды алмайсың. Не үшін мемлекет бұндай заттарды жасайды? Өйткені мемлекеттегі тұрып жатқан адамдардың несі, благосостояниесі, олардың қалтасына бар болатын ақшасы не позволяет оларға майды 2000 теңгеден сатып алуға, олар максимум 1100 теңгеден сатып ала алады. Это типа случай, когда, в принципе, әлі күнге дейін немного да нормально. Бірақ
допустим, Советский Союз кезінде болды, немесе қазіргі кезде бізде кризис кезінде, пандемия кезінде болып жатқан жағдайлар, когда продуктілер өте қымбат, и даже, допустим, обрабатывающий себестоимость мысалы 1000 теңге болатын болса, и мемлекет ретінде келіп саған айтамын, давай сен бұны 500 теңгеден сатасың, қалған мен саған үстінен 500 теңгесі и үстіне кішкене надбавкасын мен өзім беремін. То есть мен саған мемлекет ретінде өзім бюджетінен 600 теңге төлеп отырамын, әрбір сен өндірген товар единица үшін. Осы кезде не болады? Халыққа бұл товарлар 500 теңгеден жететін болады, и олар, в принципе, арзан бағаға оны сатып ала алатын болады. Сен өндіруші ретінде какой-то пайданы көресің, но осы процесс өте қатты госбюджетке ұрады. И госбюджетке ұрады, потом там типа мемлекет кредит алуға мұқтаж болады, потом үлкен проценттерді төлейді, все прочее, содан кейін инфляция стат, ары бері это, в принципе, там, вот кризис кубинский, венесуэльский, все прочее. Ну, то есть Северная Кореяда примерно осындай жағдай осы түсіну керек. Енді, чтобы Северная Корея осындай жағдайларда типа выживать ету үшін, так, біріншіден, помнишь, кеше біз талқылаған кезде не жайында айттық, то, что оңтүстік Кореяға, в принципе, невыгодно Северной Кореяның өзіне қосуға. Экономически И невыгодно. бұл сұрақ, в принципе, типа, не стоит там, солтүстік Кореяны оңтүстікке қосылуға. Да. Кроме того, что оңтүстікке невыгодно, солтүстік Корея тоже не хочет оңтүстік Кореямен объединяться, өйткені солтүстік Кореяның политические элиталары, скорее всего, типа, демократиялық, либо конкурентная, типа, там, средада олар жеңіске жете алмайды, и олар, скорее всего, өздерінің, типа, қазіргі алып жатқан пайдаларынан айырылады, поэтому, ну, типа, бенефициар болмай қалады, потому что, типа, демократия оқады, тағы да басқа. И, соответственно, солтүстіктің де оңтүстіктің де элиталары вообще не хотят, типа, объединений. И, в принципе, кейс нереалистичный. Теперь, и осы себепті біз түсінуіміз керек, осы жерден біз түсінеміз, не үшін оңтүстік Корея, в принципе, солтүстік Корея көмектеседі. Біз білеміз ғой, то, что там это уже оларды какой-то қарым-қатынастары бар, уже бір-бірлерінің арасында товарооборот бар, уже олар какой-то там договорларға, там, білмеймін, олимпиаданы өткізеді, бір-бірімен кездеседі, тағы да басқа бір жұмыстар жасайды, там границаларды, давайте войскаларды кішкене шетке алып қояйық, давайте сендер там, не знаю, какой-то трудовой мигранттарды алады, допустим, ну, то есть осындай заттар бар әлі күнге дейін. И более того, типа гуманитарный помощьтар, экономический көмектер оңтүстік Кореядан солтүстік Кореяға қарай бар, уже статус-квода бар. Неліктен болар? Потому что солтүстік Кореядағы, типа, олардың халқының өмірі тым нашар болып кетпеу керек, чтобы они хотели, типа, оңтүстікке қосылу, ну, типа того, потому что оңтүстік Кореяның ниеті, это чтобы солтүстік өзі кішкене болсын дамып, уже өзі бөлек өмір сүре алатындай, типа, оларға қосылуға ниеті болмайтындай, короче, жасап тастау. Ну, короче, осы тақырыпта, ну, типа, алғы шарттары, біріншіден, екі Корея точно қосылмайды, екіншіден, осы экономический қатынастар, ол оңтүстік Кореяға ауыр, иә? Екі алғы шарт. И сен айтып жатқан уже үкіметке айтып жатырсың, даже если осындай ауыр болса да, оңтүстік Корея осылай жасау керек. Неге? Өйткені солтүстік Корея қосылғанын қаламайды, и типа беженстар болмау үшін сол өзімді өзі қамтамасыз ете алатындай болу керек, и все, иә? Почти, только так, тағы бір алғы шарт болады. Үшінші алғы шарт — это то, что оңтүстік Корея хочет, чтобы солтүстік Корея өзі дами алатындай мемлекетке айналды. Ну, басқа режиммен, иә? Или осы режиммен? Жоқ, типа, без разницы қандай режиммен. Это может быть Қытайдағы секілді режим, то есть, когда одна партия бүкіл мемлекетпен рулить етеді, и, в принципе, типа, нормально, успешно рулить етеді. Или это тот же Сингапур, где диктатор, в принципе, типа, мемлекетті дамып тастады. Это, типа, нормально. Там, просто диктаторский режимдердің сәтті бір жеңіске жеткен случайлары аз, да, бізде, и поэтому мы считаем, что диктаторский режим это, типа, там, плохо, тағы да басқа. Но по факту бізде есть Сингапур или тағы да басқа. Просто біз демократияны көбінесе қолдаймыз, потому что демократия это там, во многих случаях, типа, неге жеңіске или какой-то жақсы бір жеткізеді. Но это, типа, поэтому неважно, какой политический режим, там будет диктатура или там демократия или автократия, главное, чтобы олар дамыды и от нас... Онда мынаны дәлдеу үшін біздер
оңтүстік Кореяның осындай экономикалық қатынастарды ұлғайтқаны солтүстік Кореяға точно көмектесетіндігін дәлелдеу керек сияқты онда көбірек. Да. Бұл да бір дәлелдеу нүктесі керек. Ол жақта коррупция бар, типа максимальный уровень коррупции бар, и ол жаққа қандай экономический көмек көрсетілсе де, қарапайым халыққа жетпей қалу мүмкіншіліктері бар. Аз и сосын тағы не бар. Здесь как раз таки типа үкіметке бұл point. Потому что беретін экономикалық пайдалар тағы да басқалар, то есть типа гуманитарный помощьтар немесе тағы басқа бір әдістер, олар өте коррупциялық бір заттарға өте подвержен. Типа коррупция бола алады, и ол чисто там элиталарға кетіп қала алады. Но когда сен торговля жасайсың, это как раз таки та вещь, которая типа сен, коррупция особо жасай алмайсың. Там работниктер өздері жұмыс жасайды, соны қарапайым халық өздері жұмыс жасайды и типа пайда ала алады. Да, но это не прям типа любой работник жұмыс жасайды. Түсінемін, что все равно этот бизнес принадлежит, скорее всего, там элитам Северной Кореи. Но все еще типа есть какие-то там люди, которые зарплату получают, есть какие-то люди, которым этот товар будет продаваться, да, потом все равно товарды алғаннан кейін өздері бәрін алып отырады, сөзге сатады, тағы да басқа, или хотя бы халқына таратады, или там запасқа қойып, может какой-то резервтеріне потом қолданады. То есть это в принципе какой-то мере халыққа по-любому пайда келеді. Қара, алғышарттар бар, примерно қалай механизм жұмыс жасайтынын түсіндік, ол дүниенің енді основной заттар. Не үшін бұл оңтүстік Корея керек, не үшін керек емес үкіметке оппозиция? Оңтүстік Кореяға это всегда біріншіден, типа, это одна из проблем оңтүстік Кореяның, да, что солтүстік Кореясы бар екен. Все еще, типа, түсінеміз, что адамдардың санасында, это прикинь, типа, там, Қазақстан оңтүстік пен солтүстікке бөлінсе, и потом там сен все равно 20 жыл өтсін, 30 жыл өтсін, 100 жыл өтсін, все еще оңтүстік пен солтүстік типа ойлап отырып, біз баяғыда бір мемлекет едік, тағы да басқа. Потому что банально названиясында хотя бы типа Қазақстан оңтүстік, солтүстік. Потому что өте тығыз байланысқан история, типа контекстный история бар, когда там типа бала кезінен сан айтады, солтүстік Кореяда мынандай болды, коммунистер тұрып қалды, там коммунистер спонсировать етіп, енді ол жерде диктатор править етіп жатыр, тағы да басқа. То есть это очень такая проблема, которая оның шешілуі, осы проблема шешілуі өте көп политический очколар алып келе алады, типа Южной Кореяның политический элиталарына. Это өте типа оларға пайдалы, типа авторитет, рейтинг, тағы да басқа типа партия біріншіден. Екіншіден, біз түсінеміз то, что дело не просто в политических очках, типа сейчас смотри, кішкене қиындау болады. По идее, простой зат, түсіндіру кішкене қиындау. Есть демократия. Демократияда біз түсінеміз то, что политиктер болатын адамдар, это осы қоғамның адамдары, правильно? Бұл қоғам демократия кезінде өздері қалайтын заттарды орындайтын адамдарды өздерінің лидерлері қылып таңдайды. И, соответственно, біз түсінеміз, если оңтүстік Кореяда, солтүстік Кореяда көмектесетін или осы проблеманы шешуге деген ниеті бар болатын болса көпшілікте, олар осы мен заттарды шешемін деген адамдарды, скорее всего, саяси таңдаскада именно соларға дауыс береді, правильно? И значит, біз түсінеміз то, что ол жақтағы политиктер более-менее осы вопросқа өздерінің мотивациясы бар болған адамдар, программасын осындай заттарға тағы да басқа. Это бірінші затты дәлелдеу үшін, что политически это выгодно. Түсінікті болды ма? Маған түсініксіз, неге қарапайым халық солтүстік Кореяның халқының жағдайын жасайтын саясаткерлер таңдап бастайды? Из-за того, что демократиялық типа құндылықтардың арқасында ма? Не демократия, а потому что олардың өте қатты контексті бар, типа олардың өздерінің. Типа ол жақта ағайындары бар, типа бір халық, анау деген сияқты дүниелер ма? Типа того, да. И енді осы себептерден мен осы заттарды шешем дейтін политиктерді көбірек таңдайды олар. Это типа просто банально так работает. Возможность. Бірақ сенбеймін мен, өйткені оңтүстік Кореяның адамдары солтүстік Кореяға типа сопереживание, типа жағдайларын жақсартқысы келеді дейтін дүниелер. Қаншалықты рас, ол өтірік сияқты ғой. Либо бар ма? Нет,
Не, мәселе жақсартуда емес. Вот именно. Смотри, мен айтып тұрған жоқпын, что оңтүстік Корея хочет сделать так, чтобы солтүстік Кореяда барлығы бақытты өмір сүрді. Жоқ, олар осы мәселенің бар екенін біледі. Им не важно, это мәселе шешіледі хорошо или плохо, им важно, чтобы это мәселе шешілді. И именно сол заттарға мен назар аударамын, именно осы заттарға мен мынандай жасаймын или мен мынандай жасаймын деген адамдарды. Ну, андай, типа, біріншіден мен какой-то бір округтікі болатын болсам, приграничный, мен осы округта осындай там инфраструктура барлық дүниелерді жасаймын. Дополнительно менде солтүстік Кореяның типа границадағы экономический қатынастарды былай жақсартуға ұмтылатын боламын деген кезде ол дополнительно бір плюс болып тұрады, адамдар оған дауыс береді, иә? Да. Вот, это в принципе типа бірінші затты дәлелдеу үшін, что оңтүстік Кореяда ондай политический стимулдар бар екен, и в принципе обществода ондай запрос бар екен дәлелдеу. После этого уже типа келесі дәлелдеулер бару керек. Это почему оңтүстік біз, смотри, просто ретінде ойнаған кезде біз не просто дәлелдейміз, что бұл адамға енді пайда түседі, бұл акторға пайда түседі или бұл акторға керек деген зат. Біз еще түсіндіреміз, неліктен де бұл актордың ондай мотиві, ниеті бар екен осыны заттар жасауға. Потому что, типа там, я не знаю, мы всегда можем сказать, что там Ақаділ, если ол барып там жұмыс істейтін болса, ол 1 миллион таба алады, ол жұмыс істеу керек. Но сен ниетің бар ма ол жұмысты істеуге, жоқ па? Это типа пока дәлелдемегенше, это нереалистичный кейс, правильно? Еще ресурстарды тоже айту керек па? Типа жағдай жетеді, жағдай жетпейді. Күші жетеді, күші жетпейді. Нет, это не особо типа важно, ну, это айтып ба? Но типа бұл резолюцияны біз қабылдауға бізде мүмкіндік бар ғой. Да. Если бы бізде ресурстар жоқ болатын болса, бұл резолюция типа смысла нет. Енді қандай мотив бар бізде? Ну вот политический, общественный, это в принципе социальный типа заттар ғой. Енді дальше біз кетеміз по тому, зачем это нам нужно. Это керек, потому что біз когда біз осындай заттарды жасаймыз, біріншіден біз типа там экономический пайдалар жайында айта аламыз. В том плане, что или экономический пайдалар төмен шығар. Ну, можно сказать вот так вот, смотри, бізде саяси запростар бар болғаннан кейін, ну, то есть қоғамда запрос бар болғаннан кейін, бұл проблеманы, бұл мәселені каким-то образом шешу керек болғаннан кейін, что-то да нужно же делать бұл затпен. Енді біз ойлаймыз, что осы именно типа осындай заттар, в принципе, осы проблеманы шешуі болып табылады. Почему? Потому что когда біз осы типа торговые қарым-қатынастарды жасаймыз, это что-то типа точка объединения. Жаңа помнишь? Жаңа деп кешен түсіндіремін. То есть экономикалық байланыстар екі актордың бір-біріне, в принципе, нормальный қарым-қатынастарға келуін немесе компромисстерге келуіне көп ықтималдықтар жасайды. То есть дипломатические отношенияларға, иә. Да, то есть келісуге, компромисстерге келуге, тағы басқа. То есть если сен мысалы можем бытовой өмірден мысал келтіруге. То есть если сен бір досың болса или бір танысың бар болса, который сен там бір бизнес жасалатсың, просто сендерде там, я не знаю, бір ТОшка бар, сен бизнес жасалатсың, көптеген договорлар бар, ол там білмей товарларды алып келеді, сен товарларды сатасың, там, я не знаю, ол клиенттерді табады, сен сол клиенттерге реклама жасайсың, тағы да басқа. Сен, скорее всего, сол адаммен конфликтіге особо түспейсің, потому что өте көп араларында байланыстар бар. Деловой жақтан болсын там, или тағы да басқа, то есть сен ол саған керек, потому что сенің там жұмыстарын біраз бөлігін жасап жатыр. И ол да тура солай сенімен конфликтіге түспеуге тырысады, потому что сен де оның біраз жұмысын жасадың. Андай болып қалмай ма? Типа Ұлыбритания мен Вирджинская андай островалар сияқты, типа солтүстік Корея экономически зависимостьқа түсіп қалмай ма оңтүстік Кореяға? Ну, типа көбірек соған рынкын соған қарай бұрып бастаса, сол товарларға, который оңтүстік Кореядан келе беретін, и сөйтіп кішкене даму барысында типа халыққа пайда түсіп жатады, и рынок соған қарата, экономика сол рынокқа қарата бағытталған болса, экономический зависимостьқа келу мүмкіншілігі бар, ну, сәл де болсын.
Бар, если басқа альтернативалар болмаса. То есть, допустим, ну, с тем, что Солтүстік Корея относительно закрытый, железный занавес, условно, тағы да басқа. Да, то есть, там, я не знаю, басқа мемлекеттер онымен особо қарым-қатынасқа түспейді, допустим, Қазақстан оған мұнай сатпайды, немесе там Ну, Ресей типа, оған олардың инвестиция. основной запростарын удовлетворить етіп отырған мемлекеттер бар ғой, типа, Вот, қару-жарақты, там, атомный бомба, жоқ қандай. Ну, основной көп заттарды Ресей мен Қытайдан алады, иә? Вот, ну, сейчас объясню, да. Да, ол бар. Енді, смотри, если оның альтернативалары болмаса, ол южнокорейский зависимостьқа түсуі мүмкін, но это никогда Южной Корея үшін жаман емес. Типа, это всегда Южная Корея очень, ну, лучше, потому что Южная Корея, если ол зависимость түсетін болса, Южная Кореяның запростарын ол да орындауға тырысатын болады. Иә, хорошо. Сосын тағы қандай не бар? Так, ну вот, то, что это, в принципе, хорошо, бір-бірімен более стабильный қарым-қатынастарда болады. Енді если олардың экономикалық қарым-қатынастар пайда болатын болса, дипломатиялық нүктелер көбірек пайда болады. Плюс, что еще можно сказать? В принципе, вот и то, что северокорейский вопрос шешілетін, это жақсы, олар үшін менее политизированный регион, менее конфликтный регион. Это Южная Корея вообще, в принципе, всегда жақсы. Типа, бірінші очередте политика емес, бірінші очередте экономика болса, более жақсырақ, стабильно өмір болады сол аймақта, сол регионда. Да. Все, енді оппозицияға. Вот, ну, кеше болған еді, бір кейс, типа, и мне кажется, все еще типа нормальный. Это объяснение, что Солтүстік Кореяға біз әлі күнге дейін осындай типа көбірек қарым-қатынастарды жасайтын болсақ, көбірек оларға, это ж по сути көмек қой. И вот осындай типа заттарды жасай беретін болсақ, севернокорейский режим более стабильный болады, а севернокорейский режимнің более стабильный болуы это всегда типа сохранение этого режима, это плохо, бізге ол ұнамайды, это жаман, и біз, соответственно, бұны жасағымыз келмейді. Сол себепті, короче, олармен экономикалық қарым-қатынастарды түсеміз. То есть ол жердегі режимні сақтала беруі не үшін де оңтүстік Корея үшін жаман екенін түсіндіру керек, потому что это всегда типа там напряжение, это всегда дополнительный типа агрессивный типа сосед, условно агрессивный не в том плане, что ол прям типа шындата соғысқа барады, это просто типа там, білесің ба, это всегда типа напрягает қой, это всегда типа мазаңды алатын бір зат қой. Еще Солтүстік Корея в сторону Америки каждый раз не ядерный бомба атып жатыр, иә, и ракеталар атады, в общем. Япония жаққа қарата, Америка жаққа қарата. Ну, типа ол да бар, но ну да, но біз айта алмаймыз прям, что ядерная война начнется басқа. Жоқ, просто обычно ракеталарды атып жатады ғой, типа теңізге атып жатады ғой, всегда қорқыту үшін. И когда там Америка какой-то бір указдар шығарған кезде, и Солтүстік Корея өзінің қарсылығын білдіру үшін всегда ракеталар атады ғой теңізге. Я только ештемеге әсер етпейді, но атады да. Ну, типа, ол ракеталар жетсе, и неге сушаға түссе, ол жаман ғой деген сияқты. Түспейді ғой, жеткізбейді. Это просто, как тебе сказать, это демонстрация силы для даже, понимаешь, Солтүстік Кореяның режимі сыртқы саясаттан қатты не емес, тәуелді емес, типа оларға там Солтүстік Кореяда, Солтүстік Корея жайында или Ким Чен Ир жайында Америкада біреу не деп жатыр, ол вообще маңызды емес, ешқалай әсер етпейді. Өйткені жабық мемлекет, пропагандасы бар, несі бар, тупо просто даже жаңалықтарда бұл заттар даже айтылмайды, немесе айтылатын болса, чисто оларға типа выгодный цветте, там, не знаю, фотошоппен бірдеңемен, олар просто жасай салады, поэтому это әсер етпейді. Это вещь, чтобы как раз таки, знаешь, не үшін типа санкцияларды алып тастаңдар, немесе там больше кораблей типа бізге өтсін, немесе там больше поставок бізге келсін деген заттар үшін ғана. То есть типа Солтүстік Кореяға өте көп санкциялар енгізілген ғой, ООНнан, США-дан, НАТО-дан, типа, и сондай заттарға мен как-то күресу үшін ғана жасалатын заттар бар.
қара үкіметке айтылған типа не бар ғой, более стабильность, более безопасность в регионе. Даже если осы отношения, осы экономические отношениялар болмаған күннің өзінде де олар бола бермейді ма қазіргі кезде? Типа экономически болмаса да стабильный болып тұра беру мүмкіншілігі бар ма? Типа смотри, олар стабильный бола береді ғой, но мәселе в том, За счет стабильность кого? это хорошая или... Не, стабильность это хорошая или плохая. Типа был стабильность типа стагнация или стабильность это прям типа сен бәрі супер өмір сүресің да и стабильно өмір сүріп жатсың ба, или сен стабильно жаман өмір сүріп жатсың ба деген сөз ғой. И тоже осылай қатынастар типа Жоқ, я могут имею в быть. виду не стабильность в отношениях между Кореями. Вот Да, вот и если стабильно андай плохие сияқты болып қалды отношения. да, үкіметтің кейсі андай сияқты болып қалды да, егер осы экономически трансграничный сотрудничество болмаса, онда стабильность болмайды деген сияқты болып қалды да. Ну, типа, сондайға келтіріп қалды кішкене. Жоқ, более стабильными было. Более стабильными было. Потому что, типа, Более стабильный болады, и бұл жақсы, и все, да? Да, жаңағыдай, мен ұмытып просто, типа, режимдер, диктаторские режимдер, они менее стабильные, потому что там нет сдерживающих механизмов. То есть, типа, необдуманные решенияларды тоқтата алатын ешқандай механизмдер жоқ, независимый соттар жоқ, развитый какой-то там законодательная система жоқ, либо независимый правоохранительный органдар жоқ. Соответственно, оларда механизм сдержек болмағаннан кейін Северной Кореямен отношения не могут быть, нельзя сказать, что олар суперстабильны. И, соответственно, осы себептен жаңа экономикалық қарым-қатынастарды жасау это супер жақсы, өйткені осындай нестабильный акторда, то есть Северная Корея, да, который очень зависимо типа от решений Ким Чен Ира, более стабильно боламыз. Потому что теперь Ким Чен Ир өзіне выгодно бізбен бірге там союзник болуға, бізге ештеңе істемеуге, өйткені ол өзі пайда тауып отырады осы заттардан. Все, тағы не айтасың, болды ма? Уже уақытта болып қалған шығар. Да, думаю, все. Ну, там дальше уже, типа, өте қатты контекстке байланысты. Но главное... детализацияға кетіп қалады, иә, қалғандары. Да, ну, можно вот что сказать. Типа, бастысы бұл резада там Третья мировая война ойнамау керек. Бұл резада ойнамау керек там Кореяның оңтүстік пен солтүстігін там екеуі бір Корея болып кететін ойнамау керек. Бұл жерде ойнамау керек иностранные санкции бірдемелер. Ну, оларды ойнауға болады, если четко прям прописать, почему бұл санкциялар әсер етеді. Ну, то есть, типа, біз былай айтуға болады, просто оңтүстік Корея, біз солтүстікпен там жұмыс жасайтын болсақ, бізге санкциялар салуы мүмкін, там олардың неприятельлік тағы да басқа. Ну, біріншіден, типа, бұны ребатлеуге болады жеңіл, и бұл бесполезная точка спора. И, во-вторых, типа, это тоже, типа, очень сложно доказать. И осындай заттарды ойнамау керек. Что еще? Ну, и солтүстік Кореядағы, типа, адамдар енді жақсы өмір сүреді, енді олар бақытты болады деген заттар. Олар тоже, типа, осы, типа, ну, мен ойлаймын солай. Может, каким-то образом там через контекст можно, но тоже не особо важно, по идее. Если только жабушы стильдерде там кеңейту мүлдем қалмаса, там, я не знаю, можно там доказывать не үшін оңтүстік Кореяға там демократиялық құндылықтар супер керек, и олар солай жасайды, но это типа... Оппозицияның кейсі мынандай ғой, солтүстік Кореяға осы сотрудничество жасамау керек, неге өйткені осы режимді сақтап қалуға и стабильно ұстап тұруға көмек болу мүмкіншілігі бар. Былай қарсылыққа шықса үкімет, даже бұлай көмектессек те, осында экономический көмек болған күннің өзінде де солтүстік Кореяның настроениесі, именно политический настроениесі ешқашан өзгермейді. Даже если осы экономический осындай поддержка беріп отырсақ та, олар бәрібір политический, дипломатический жағынан отношения жаман болып, оларда бәрібір регионда стабильность орнамау мүмкіншілігі бар деп айтсақ қалай болады? Ну, типа, қарсылыққа шыққан кезде, оппозиция. Оппозиция қарсылыққа шыққан кезде, типа, қалай мен түсінбедім? Жоқ, оппозицияның...
оппозицияның кейсі мынандай ғой, типа, біздер оларға көмектеспеуіміз керек. Жоқ, именно осы сотрудничество жасамау керекпіз. Неге? Өйткені ол сол режимді сақтап тұра береді деген сияқты, де? Иә. Иә. Енді неге үкімет, оппозиция қайттан қарсылыққа шығады ғой. Сол кезде типа осындай бұл дүниелер экономический қатынастар политический стабильностьке әкелмейді деген қарсылықтар әкелсе. Ну, это трек просто. С білеміз, что реальный өмірде политически это же типа не что-то отдельное в вакууме существующее, да, это типа не огонь и вода, это скорее типа там политика, как раз таки осы экономика, социология, тағы да басқа заттардан типа бірікісіп туындайтын зат. Она не может существовать типа там отдельно. Сен экономикалық қарым-қатынастардың жоқ мемлекетпен даже политические қарым-қатынастарды жасамайды. Ну, типа, сондай случайлар бар. Это, в принципе, типа норма, я не знаю, мысал келтірсем. Блин, я точно не помню, но просто бывает, допустим, и Европа не имеет отношений с теми странами, с которыми у них нет экономической связи, да, там, при жерде посольство ашады, при жерде ашпайды, да, если сенің интересің болмаса, сен ол жерде даже посольство ашпайсың, саған керек емес, это, не знаю, Монголияда қанша мемлекеттің посольствосы бар, условно, типа сол секілді ғой. Там, или, ну, вот, короче, понятно, вроде. Но, кстати, бір момент, можно айтуға, что даже экономические вопросы кейбір кезде олар саяси сұрақтардан бөлек тұрады. Это мысал ретінде Северный поток 2, да, когда Ресей соғып жатады, но олар ол жерді тоқтатпайды, неліктен? Потому что Северный поток 2 это экономический вопрос, а там отравление Навального, тағы басқа, или режим деспотичный в России, это политический вопрос. Сол үшін Европейский Союз, допустим, Северный потокқа ешқандай заттарды жасамайды, да, санкциялар жасайды, имеется в виду тоқтап қоймайды, там жесткий какой-то бір мераларды қолданбайды Северный потокқа қатысты. Типа, бұны айтсақ болады, но это типа исключение скорее, чем типа правило. Просто кейде бұқылады, потому что тупо Европаға өте керек болды. Вот, даже можем сказать вот что Северный потоктың керектігі настолько важный, типа Европаға, что олар даже өздерінің политикасын кішкене бір жерде өзгертеді. Типа олардың основной риторикасы вроде бы против российского деспотичного режима, но когда экономические заттары келген кезде, олар гибкость проявляют, то есть кішкене гибкий болып, давай Северный поток экономический сұрақ дейді, да, короче, он ештеңе істемей қояйық деп айтса. Типа сол секілді. Все. Это мен просто не айтып отырмын, чтобы вообще былай түсінікті болу үшін. Да, в принципе, все. Все, рахмет.